Так, бұл біздің үшінші сабағымыз. Біз осы үшінші сабағымызда бәрін қосып тігетін боламыз. Жерге озор салып жеткізсеңдер болады. Сол беттерін бір-бірлеріне иттестіреміз да, енемен қадап аламыз, жырып кетпегендей. Енді біз осы жерлерді басып шығуымыз керек. Озор салсақ болады. Бізде тегесі дайын болды. Енді бізге екі жағын қоса алатын боламыз. Бақ жылдылайық бірінші. Енді біз мынаны түптеп алу керекпіз. Мына жердегі сызық, мына сызық. Сол мына сызыққа келу керек. Сонда біз оны дәл ортасынан былап қоямыз. Осылай қоямыз. Мына сызыққа біз енді мына сызыққа мына сызықты дәлдейміз.
видеодағылай дәл осы екеуін біріктіріп бір біріне қосып оң беттерін бір біріне қаратып өйстіп айналдырып тігіп шығамыз. Енді мына астарлы матаны 1 сантиметрге бүгіп, ішіне тігіске дәл келтіріп, өйстіп бұны да солай айналдырып тігіп шығамыз. Мына жердегі жаңағы соңғы тіккен тігісіміздің бәрін үтікпен басқышқа әдемілеп, сол кезде бәрі тігісері жатып әдемі көрінетін болады. Міне біз жұмысымызды болып қалдық. Енді мынаның үстіне сіздер өздеріңіз фантазияларыңызға байланысты міне осындай қазақи нақыш тақылдырасыздар ма, әлде жаңағы бисер жабыстырасыздар ма, өздеріңіз білесіздер. Моншақтармен де әшекейлеп тастасаңыздар болады.